Xiaomi Mi Band 5 көпшілікке ең тиімді браслет сағат. Бүгін біздің қолымызға тиді. Әрине, қазіргі таңда 6-шы версиясы да шықты, бірақ ол әлі елімізге толықтай келіп жатқан жоқ. Алдағы уақытта әрине оған да бір керемет обзор түсіреміз бе дейтін ойымыз бар. Әзірше қолда барын қарастырайық. Бірақ бастамастан бұрын, егерде сіз алдағы уақытта басқа да техника түріне қазақша обзорлар көргіңіз келсе, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Ол біз үшін мотивация. Ендеше кеттік. Қорабын ашқан кезде сіз сағат пен қуат сымынан басқа ештеңе таппайсыңыздар. Әрине, олардан басқа бізге ештеңе қажет емес. Қуат сымы, яғни зарядка, алғаш рет 5-ші версияда енді магнитпен істелген. Ол үшін Xiaomi-ге көп рахмет. Тағу ажырату өте оңай және де мықты ұстайды, шығып кетеді деп уайымдамайсың. Браслет бауы бұрынғы версиялардағыдай әрине шешіледі. Бұл әрине сіз басқа түсті бауларға емін-еркін ауыстыра аласыз деген сөз. Easy. Оған қоса Mi Band өте жеңіл, сондағы 12 грамм. Батарея 125 мА. Ол айтарлық сізге шамамен 2 аптаға жуық уақытқа жетеді деп айтады енді әзірлеуші компания. Бірақ белсенді қолдансаңыз, ол шын мәнінде негізі 10 күнге жетеді. Тоже ничего. Ол да жалпы жақсы көрсеткіш. Айына сондағы 3 рет қуаттандырасыз деген сөз ғой. Ал толық қуаттану уақыты бар болғаны 2 сағат. Қысқасы кайф. Дисплей бұрынғы модельмен салыстырғанда 20%-ға өсті. Экранда түс көлемі бұрын 16 миллион болса, қазір бар болғаны 65 мыңға түсті. Ё-мое, қатты түсіп кетті десеңіз, ол көзге қатты білінетін нәрсе емес деп айтамыз біз. Қатты маңызды емес, соның өзінде де экран мощно көрініп тұр. Керемет. Негізі бұл браслеттің жалпы 2 версиясы бар. NFC мен және NFC-сіз. NFC бар версиясы біз жаққа шамалыға келмейді. Сондықтан, егерде NFC бар түрі керек болса, AliExpress-тен тарттыру керек болады. Жұмысы туралы айтатын болсақ, браслет толықтай орыс тілді, яғни орыс тілі бар. Алғаш қосылу үшін сізге смартфонға ZepLife бағдарламасын қондыру керек болады. Бағдарламаға почта арқылы тіркеліп, кейін смартфонмен байланыс жасау мүмкіндігі шығады. Басты ескеру керек нәрсе, бұл ең алдымен спорттық мониторингқа қажет браслет. Одан кейін тек сағат. Сондықтан бұл браслеттегі көпшілік функциялар спортпен айналысуға бағытталған. Сіз далада жүгіресіз ба, велосипед айдайсыз ба, скакалкамен секіресіз ба, тіпті жүзсеңіз де бұл браслет сіздің белсендіңізді бақылап, қажетті есептеулерді жасап отырады. Енді Mi Band 11 спорт түрімен жұмыс жасай алады. Оған қоса сіз бағдарлама арқылы тіпті достарыңызды қосып, бір-біріңіздің нәтижелеріңізді қарап отырсаңыз болады. Сағат параметрлеріне кірсек, сіздің таңдауыңызға біршама аз емес циферблаттар берілген. Экранға сәл біраз басып тұрып, қалағаныңызды таңдап орната бересіз. Қаласаңыз тіпті өзіңіздің суретіңізді қоя аласыз. Бұрынғыларда ондай мүмкіндік болған жоқ. Айтпақшы, сенсорный экранды айтатын болсақ, оған да айтатын дымын жоқ. Тек экран кішілігі және кейбір жерлерде батырмалар кішкентай демесеңіз, басқа бәрі нормально. Төменге қарай жылжытып, сіз жаңа айтқандай спортқа қажет мүмкіндіктерді пайдалана аласыз. Оңға немесе солға жылжытып, сіздер хабарлама, ауа райы және музыка басқару менюларын қолдана аласыз. Бұл тізімді айтарлық телефон арқылы да өзгертуге мүмкіндік жасалған. Жалпы қорытындылайтын болсам, Mi Band енді өз сегменттегі сағаттармен салыстырғанда өте керемет құрылған. Мақтап жатырмын, өйткені шынымен мақтауға тұратын нәрсе. Өз бағасына нағыз лайықты тауар. Тіпті сәл қымбаттау болса да адамдар алатын сияқты, өйткені бұл бренд өзінің сапа жағынан дәрежесін көрсетті. Адамдар мойындады. Ұстауға бола ма десеңіз, ұстау керек деймін. Маған ұнады, 150-200 мыңға Apple Watch алғанша 18 мыңға мына браслетті алған дұрыс. Бұл енді әрине менің ойым. Видео соңы бұл сағатты бізге сіз үшін шолу жасауға мүмкіндік берген мобильный рай дүкеніне алғысымды айтамын. Алдағы уақытта сізге кішігірім трейлер, тағы 2 сағат түріне обзор жасайтын боламыз. Әзірше келесі жолы көріскенше деймін. Видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеле кетіңіз. Қош, сау болыңыздар.